Бұл бөлімде сіз қауіпсіз ортаны құруға байланысты бизнес иесінің заңнамалық міндеттемелері туралы білетін боласыз. Ең алдымен, бизнесті жоспарлау кезеңінің өзінде-ақ біздің елімізде қауіпсіздіктің техникалық талаптары әрекет ететін білгені жөн. Бұл үй-жаймен қолданылатын жабдық қауіпсіздігіне қойылатын талаптар, нысанның өрт қауіпсіздігі, санитариялық гигиеналық нормалар және тағы басқа. Сонымен қатар, бизнес ұйымдары мен мемлекеттік мекемелер ұсынатын өнімдер немесе қызметтерге арналған қауіпсіздік стандарттары да бар. Меншік иесі өз клиентінің қауіпсіздігіне қатысты мәселелерге қай кезде тап болады. Кең таралған жағдайлардың бірі тұтынушының мекеме аумағында жүріп жарақат алуы. Әдетте, мұндай жағдайлардан кейін меншік иесінің қауіпсіздік техникасы мен талаптарын қаншалықты сақтағанын, оларды бұзған жағдайда ықтимал ықпалшалар қоятын басқарушы мемлекеттік орган тарапынан тексерулер басталады. Қазақстан аумағында кеден одағының техникалық реттемелері әрекет етеді. Оның мүшелері Қазақстан, Ресей, Қырғызстан, Беларусь және Армения. Балалар қауіпсіздігіне қатысты реттемелердегі негізгі нормаларды қарастырайық. Балалар ойын алаңдарына арналған жабдық қауіпсіздігі туралы реттеме. Реттемеге сәйкес, алаң биіктігі 3 метрден аспауы тиіс. Алаң мен оның еден жабының құрастыруда қолданылатын материалдар экологиялық, тұтануға барынша төзімді болуы және токсинді заттардың бөлінуін, денеге тигенде термиялық күйдіру қаупін жою қажет. Алаңның еден жабыны соққы сіңіруші материалдардан жасалуы тиіс. Жиһаз өнімінің қауіпсіздігі туралы реттеме. Балаларға арналған жиһаз ылғалды сүртуге төзімді экологиялық материалдардан жасалуы тиіс. Жиһаз төңкерілуге берік әрі төзімді болғаны жөн. Балалар орындықтарын пайдалану кезінде құлау салдарының жарақат алу қаупін жою қажет. Сол үшін орындық биіктігі мен оның еңісі оңтайлы өлшемді болуы тиіс. Балалар мен жасөспірімдерге арналған өнімдердің қауіпсіздігі туралы реттеме. Бұл құжаттың нормалары балаларға күтім жасауға арналған өнімдерге таратылады. Оның ішінде нәрестелерге арналған тауарлар, балалар киімдері мен тоқыма, аяқ киім, бесік арбалар, балалар велосипедтері, кітаптар, журналдар мен басқа да баспа өнімдері. Мысалы, балалар ыдысы термиялық төзімді материалдан жасалуы тиіс. Тұтқасы болған жағдайда берік болу қажет. Әйнектен жасалған ыдыстың ішкі қабатына сәндік жабын жағылуына рұқсат етілмейді. Ыдыста жарықшақ, сызат, үшкір бұрыштары мен ыдырайтын бөлшектері болмауы тиіс. Егер мекемеңізде балалар бұрышын жабдықтағыңыз келсе, ойыншықтардың қауіпсіздігі техникалық реттемесін білгеніңіз дұрыс болады. Ойыншық, оның бөлшектері, сондай-ақ өлшемдерінде бала оны жұтып қоюынан тұншығу қаупі болмауы тиіс. Ойыншықтардың қорғаушы сәндік жабыны ылғал сүртуге, түкірік пен тердің әрекеттесуіне берік болғаны жөн. Ойыншықтардың барлық бөлшектерінде баланың жарақат алу қаупі болмауы керек. Сұйық толтырманың ағып кетуіне жол берілмеуі тиіс. Тұйық күйінде ішіне бала кіріп кете алатын ойыншық тұншығу қаупін жою үшін ішінен оңай ашылу керек. Аттракциондардың қауіпсіздігі туралы реттеме әр аттракцион қауіпсіздік нормативтерін бекітеді. Айтпақшы, сырғанақтар, әткеншектер мен басқалы электромобильдер де балаларға арналған аттракциондарға жатады және осы ережелермен реттеледі. Сәйкестік сертификаты 5 жылдан артық емес мерзімге беріледі. Сондай-ақ, жылына 1 рет мемлекеттік тексеруден өтуі тиіс. Барлық техникалық реттемелер кеден одағы елдерінің аумағында міндетті қолдануға жатады. Стандарттар мен олардың жаңартпаларын әзірлеуші Қазақстан Республикасы Сауда және интеграция министрлігі, техникалық реттеу және метрология комитеті болып табылады. Барлық реттемелер, олардың қосымшалары және қауіпсіздік пен сапаның техникалық стандарттары қолжетімді. Халықаралық реттемелерден бөлек Қазақстанда ұлттық санитариялық гигиеналық нормативтер де әрекет етеді. Қоғамдық тамақтану нысандарына қойылатын санитариялық эпидемиологиялық талаптар
денсаулық сақтау министрінің бұйрығымен бекітілген. Бұл құжатта тиісті тазалық пен гигиенаны сақтау үшін кафе, мейрамхана немесе дәмханаларда бизнес үдерістерін ұйымдастыру туралы толық ақпарат бар. Сонымен қатар, құжатта негізгі және қосалқы үй-жайлардың, келушілерге арналған залдардың, сантораптар алаңдарының нормативтері, сондай-ақ температуралық режим ережелері көрсетілген. Мысалы, сыйымдылығы 50 және одан да аз отырғызу орындары бар кафеде келушілер мен қызметкерлерге арналған ауданы кемінде 1,5 шаршы метрді құрайтын бөлек сантораптар болуы тиіс. Коммуналдық мақсаттағы объектілерге қойылатын санитариялық-эпидемиологиялық талаптар ұлттық экономика министрінің бұйрығымен бекітілген. Бұл құжатта нысан үй-жайларындағы жарықтандыру нормаларына, ауа көрсеткіштеріне және ауа айналымына қойылатын талаптар, сондай-ақ мекеменің негізгі және қосалқы үй-жайлары аудандарының нормалары көрсетілген. Бүгінде тұтыну тауарларының қауіпсіздігін бақылайтын бірде-бір мемлекеттік орган жоқ екенін атап өткен жөн. Тауар немесе қызметтің түріне байланысты оның қауіпсіздігін әртүрлі мекемелер бақылайды. Мысалы, денсаулық сақтау министрлігі, ауыл шаруашылық министрлігі және тағы басқа. Санитариялық, эпидемиологиялық нормативтерді де әртүрлі министрліктер бекітеді. Халықаралық тәжірибе жөнінде айтатын болсақ, балалар тауарларының қауіпсіздігін бақылау мәселесінде ақш тәжірибесі өте қызық. Елдің негізгі бақылаушы мемлекеттік органы тұтынушы өнімнің қауіпсіздігі жөніндегі комиссия, Consumer Product Safety Commission. Аталмыш комиссия қауіпсіздік стандарттарын әзірлеуге жетекшілік етеді және оларды жаңарту бойынша ұсыныстар енгізеді. Стандарттардың техникалық әзірлеушісі ұлттық стандарттардың Америкалық институты болып табылады. Комиссияның үкіметтік емес ұйыммен серіктес болуы да аса маңызды. Дәл осы қоғамдық ұйым балалар өнімдері саласындағы жаңалықтар туралы тұтынушылар мен мүдделі компанияларды белсенді ақпараттандырумен айналысады. Тұтынушылар үшін қауіпсіз емес өнімдер тұрақты түрде қайтарылып отырады. Барлық қайтарылған өнімдер тауар атауын, өндірушін, қайтару себебін, ел аумағында сатылған тауарлар саны көрсетумен жалпы базаға енгізіледі. Тыйым салынғанға дейін тауарды сатып алуға үлгерген тұтынушының қайта жүгіне алатыны туралы ақпарат әрдайым қолжетімді. Әдетте оның ақшасын қайтарады немесе жаңартылған үлгіге, егер ондай бар болса, ауыстырып береді. Осылайша, егер сіз мейрамхана иесі немесе мысал үшін балабақша жетекшісі болсаңыз, сатып алынатын балалар жиһазы, жабдығы немесе ойыншықтарының қауіпсіздігіне қатысты әрдайым кеңес ала аласыз. Сондай-ақ, балалар үшін қауіпсіз емес болуы мүмкін қандай да бір тауарды пайдалануға тыйым салынғаны немесе салынбағаны туралы ашық базадан тексеруіңізге болады.